Сәлеметсіздер ме оқушылар, сіздермен бірге математика пәнінің мұғалімі Арғанбай Перизат Ержанқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы рационал көрсеткішті дәреже, рационал көрсеткішті дәрежесі бар өрнектерді түрлендіру. Оқу мақсаты рационал көрсеткішті дәреже анықтамасын және қасиеттерін білу. Сабақтың мақсаты алгебралық өрнектерді түрлендіру үшін рационал көрсеткішті дәреженің қасиетін қолдану. Сабақтың құрылымы. Сабақтың басы үй жұмысын тексеру, жаңа сабақты видеоматериал арқылы таныстыру, топпен жұмыс, learning apps ойыны, екінші жеке жұмыс квиз ойыны, рефлексия сабақты бекіту, торсия ойыны. Көршіңді тексер әдісі арқылы оқушыларды дәптерлерін бір-бірімен алмасып, үй жұмыстарын тексерді. Сабақтың тақырыбын нақты түсіндіру үшін видеоматериалды ұсыну арқылы сол жерде көрсетілген мысалдарды, оқулықта берілген формулаларды қолдана отырып, есептердің шығару жолдарын көрсетіп, талдап көрсеттім. Сабақ процесінде геймификацияны қолданған кезде оқушылардың қызығушылығы артады, ынталанады, білім беру кеңістігіндегі бәсекелестікті арттырады. Геймификация процесі оқушыларды белсенді болуына ықпал жасайды. Сол себептен оқушыларға мен бірнеше платформаны қолданып сабақ өткіздім. Топтық жұмысты Learning Apps платформасында орындадық. Бұл жерде интерактивті түрлі жаттығулар, түрлі деңгейде. Бұл жердегі оқушылар бірлесе отырып тапсырманы орындап, тақтадағы есептердің жауаптарын жазып, кейін өздері тексерді. Кейін бірден бағадарын алды. Әр орындап болған тапсырмаларын бағалау параққа белгілеп отырды. Ұялы телефонын қолдану арқылы квиз жаттығуларын орындады. Бұл жерде 15 тапсырмадан тұратын тест сұрақтарына жауап беру арқылы тапсырманы орындады. Тапсырманың нәтижесі тақтадағы рейтингтен көріп отырды. Үшінші тапсырма, бұл жерде жұптық жұмыс, жұптасып оқушылар өздерінің алдына берілген тапсырманы орындады. Бұл жерде торсия ойыны, яғни есепті шығарып, жауаптарымен есептің берілген жұптастыру арқылы геометриялық фигураны құрастырып шықты. Тапсырманы аяқтап болғаннан кейін оқушылар экранда көрсетілген дұрыс жауаппенен өз тапсырмасын теңестіріп тексерді. Сабақты бекіту үшін рефлексияға кері байланыс қағазын тараттым.
Үй жұмысына Білімленд платформасынан жаттығу даярлап, тапсырма бердім. Білімленд платформасынан берілген үй жұмысының тапсырмасы.